Қайнап тұрған майға су құясаға неге келеді? Қараңыз. Так. Мына жағым. Содан кейін қолымда жағым. Шолдатып жағып қойдым. Так. Мына. Все. Мына жердегі неткен жерлер қатты. Бүгін бейтіп нетіп тұр. Бүкево. Қолым бейтіп жұмылып тұр. Кеше жұмылмай қалған. Мына жердің барлығына. И еще мына жер. Мына қатты шашыраған жерлер. Соны жасап қойдым. А так уже міне қолым бүгіледі. Ай, қатты бүксем ауырады. 19 күннің ішінде жазылып, күйген қолымның барлығы демалысқа шығып кеттім. Вот так. Қазір бетімде ізде қалған жоқ. Өйткені мен бұл жерді сүрткен жоқпын. Ал қолымда сүртіп жіберген жерлерде кішкене ғана іздер қалды. Мына жерімде ізде қалған жоқ. Мына ізде қалған жоқ. Сондықтан егерде абайсызда күйіп қалған болса, дереу фульвагумен жағу керек. Кремний, речититоксты себу керек. Одан кейін паста бар. Паста джива деген, соны жағу керек. Ізі қалмайды. Бірақ сақтану керек. Сақтанғаны Құдай сақтайды. Аман болыңыздар.